Баршаңызға сәлем. Бүгін 144-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Бұл сабақта біз 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды, тиімді тәсілді анықтауды үйренеміз. Бірінші есеп. Әртүрлі тәсілмен есепте саған амалдардың қандай қасиеттері көмектесті? А. Тік төртбұрыштың ауданы дейді. Демек, мына жерде біз тік төртбұрыштың ауданын есептеп табуымыз керек. А тең 8 см, Б тең 3 см, яғни ұзындығы мен ені берілген. Енді мына жерде көбейтудің ауыстырымдылық қасиетінен пайдаланамыз. Яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек, немесе ені мен ұзындығын көбейтуіміз керек. Екіншісінде үлкен тік төртбұрыштың ауданын табуымыз керек. Үлкен тік төртбұрыштың ауданын табу үшін екі тік төртбұрыштан құралған ғой. Бұның ұзындығы мына үлкен төртбұрыштың бір бөлігінің ұзындығы А тең 5 см дейді. Екінші кіші бөлігінің ұзындығы 3 см екен. Ал мына жағындағы ені болса 2 сантиметрге тең болып тұр. Ендеше біз бұның ауданын табу үшін мына екеуін қосуымыз керек ұзындығына. Яғни А қосу Б, одан А қосу Б, бұл жерде оның ұзындығы болып табылады, ал С ені. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Демек, формуланы қоямыз. А қосу Б жақшаның ішінде болады, көбейту С дейміз. Енді жақшаны ашатын болсақ, А-ны С-ға және Б-ны С-ға көбейтуіміз керек. Демек, бұл жерде біз көбейтудің үйлестірімділік қасиетін пайдаланамыз. Ал үшіншісінде қораптың көлемін табуымыз керек. Қораптың көлемін табу үшін біз ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Ұзындығы 8 см, ені 4 см, биіктігі 6 см-ге тең. Көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып, бұл есепті орындаймыз. Формуланы жазып қойдым. Тік төртбұрыштың ауданын табу формуласы ұзындығы мен енін, немесе ені мен ұзындығын көбейтеміз. Бұл жерде ұзындығы 8-ге тең, ені 3-ге тең, 8-ге 3-те немесе 3-те 8-ге көбейтсек 24 см болады. Демек, жауабы тік төртбұрыштың ауданы 24 см квадратқа тең. Енді үлкен тік төртбұрыштың ауданын табамыз. Ол А қосу Б көбейту С болады. Бұл жерде біз көбейтудің үйлестірімділік қасиетінен пайдаландық. Ендеше орындарына қоямыз. 5-ті 2-ге көбейтеміз, немесе 3 және 3 пен 2-ні көбейту екеуін қосамыз. Сонда 16 см квадрат болады. Демек, жауабы үлкен тік төртбұрыштың ауданы 16 см квадратқа тең. Ал үшіншісінде қораптың көлемін табуымыз керек. Біз көлемді табу формуласын жазып қойдық. Ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Бұл жерде көбейтудің терімділік қасиетінен пайдаланамыз. Біз 8-ді жақшаның сыртына шығарып, 6 мен 4-ті көбейтеміз. 6-ға 4-ті көбейтсек 24, оны 8-ге көбейтсек 192 болады. Демек, қораптың көлемі 192 сантиметр куб болады. Көлем. Екінші есеп. Есептерді әртүрлі тәсілмен шығар. Олардың қайсысы тиімдірек? А. Оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінді. Әрбір топта 10 баладан бар. Үйірмеде барлығы неше топ бар? Берілген жазаламыз. Қыздар 30, ұлдар 40, әр топта 10 баладан бар. Сонда неше топ бар екенін табуымыз керек. Бірінші тәсіл, жалпы барлығын тауып аламыз. 30-ға 40-ті қоссақ, барлық балалардың саны кеп шығады, 70 болады. Ал әр топта 10 бала болса, 70-ті 10-ға бөлеміз, сонда 7 шығады. Демек, 7 топ бар екен. Енді екінші тәсілмен орындаймыз. Бұл жерде 30-ды 10-ға бөліп, және 40-ты 10-ға бөлеміз. Сонда қыздардың тобы 3, балдардың тобы, ұл балдардың тобы 4 болады, екеуін қоссақ 7 топ. Демек, жауабы 7 топ бар. Екінші есептің әсі. Ғарыш кемесінде азық түлікке арналған арнайы ыдыс болады. Оған әр қайсында 6 сықпадан 2 қатар сияды. 25 ыдыс қойылатын контейнерге осындай неше сықпа сияды? Берілген жазаламыз. Бір ыдысқа 6 сықпадан 2 қатар екен. 25 ыдысымыз неше сықпа деп тұр. Енді бірінші тәсілді табамыз. Бұл жерде 25 ыдысқа неше сықпадан кететінін табу үшін 6-ны 2-ге көбейтіп, 25-ке көбейтеміз. Сонда 300 болады. Екінші тәсілде мені терімділік қасиетін пайдаландық. 2 көбейту 25-ті 50 болады. Оны 6-ға көбейтсек 300. Үшінші тәсілде де
Дәл солай 6-ны 25-ке көбейтеміз. Бұл 150 болады. Оған 2-ні көбейтсек 300 болады. Демек, жауабы 25 ыдысқа 300 сықпа сияды екен. Екінші есептің бысы ғарыш кемесіндегі ыдыстың әрқайсысында 16 килограммнан азық түлік сақталады. Контейнердің әрбір бөліміне осындай 12 ыдыстан 10 қатар сияды. Бір бөлімінде неше килограмм азық түлік сақталады? Берілген жазаламыз. Бір ыдысқа 16 килограммнан, бір бөлімде 12 ыдыстан 10 қатар болады екен. Демек, бір бөлімде неше килограмм бар екенін табуымыз керек. Бірінші тәсіл, оны табуымыз үшін 16-ны 12-ке көбейтіп және 10-ға көбейтеміз. Сонда 1920 килограмм болады. Екінші тәсіл, терімділік қасиетін пайдаланамыз. 12-ні 10-ға көбейтіп, одан кейін 16-ға көбейтеміз. Ал үшінші тәсілде 16-ны 10-ға көбейтіп, одан кейін 12-ке көбейтеміз. Барлығында да жауап бірдей болады, тек орындар ауысқаны болмаса. Демек, жауабы 1920 килограмм азық түлік сақталады екен. Үшінші есеп. Берілген өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеуге амалдардың қандай қасиеттері көмектеседі? Бұл өрнектердің мәнін табу үшін біз амалдардың қандай қасиетін қолданамыз деп сұрақ қойған ғой. Біз бұл жерде терімділік қасиетін пайдаланамыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін 25-ті 4-ке көбейтіп, одан кейін 76-ға көбейтеміз. 25-ті 4-ке көбейтсек 100, оны 76-ға көбейтсек 7600. Кейінгісінде де дәл солай 50 мен 20-ны жақшаға алып, одан кейін 43-ке көбейтеміз. Бұның өрнектің мәні 43 мыңға тең. Одан кейінгісінде дәл солай орындаймыз. 8 көбейту 125 көбейту 30, бұл 30 мыңға тең. Одан кейінгісі 200 бен 5-ті жақшаға алып, оны 32-ке көбейтеміз. Бұның мәні 32 мыңға тең болады. Кейінгісі 125-ті 57 менен 8-ге көбейтеді екенбіз. Бұл жерде терімділік қасиетін пайдаланамыз. Тағы да 125-ті 8-ге көбейтетін болсақ 1000, оны 57-ге көбейтсек 57 мың. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 40 пен 49 және 25-тің көбейтіндісі 49 мыңға тең. 25, 83 және 4-тің көбейтіндісі 8 мың 300-ге тең. 20 көбейтіп 94 көбейту 5-тің мәні бұл 9400-ге тең болады. Кейінгісі 20 мен 77 және 50-дің көбейтіндісі бұл 77 мыңға тең. 80, 63 және 125-тің көбейтіндісі 630 мыңға тең. 16 мен 40-тың және 5-тің көбейтіндісі 3200-ге тең. 50, 87 және 2-ның көбейтіндісі 8700-ге тең болады. Төртінші есеп, есепті шығар. Есепті шығарудың тағы басқа тәсілдері бар ма? Біздің сыныпта 25 оқушы бар, ал көрші сыныпта одан 9 оқушы артық. Екі сыныпта барлығы неше оқушы бар? Есептің берілгенін жазып аламыз. Біздің сыныпта 25 оқушы, көрші сыныпта неше оқушы бар екен белгісіз, бірақ біздің сыныптағы оқушыдан 9 оқушы артық. Барлығы қанша оқушы бар екенін табуымыз керек. Ол үшін біз 25-ке 9-ды қосып, және 25-ті қосамыз. Сонда 59 шығады. Бірінші тәсіл бойынша 25-ті терімділік қасиетін пайдаланып, 25-ті 25-ке қосамыз. Бұл 50 болады. Оған 9 қоссақ 59. Ал екінші тәсілде 25-ке 9 қосып, одан кейін 25-ке қосамыз. Демек, жауабы 2 сыныпта 59 оқушы бар. 5-ші А есеп. Есепті шығарудың әр тәсіліне арналған өрнектерді қара деді. Арманның Лев Толстойдың арифметика кітабындағы есепті қандай тәсілдермен шығарғанына қара. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Бірінші тәсіл 23-ке 7 қосқан 30 қой болды. Бұл екінші қожайындағы осынша қой бар дейді. Енді 23-ке 30 қосқан 53 қой болды. Екі қожайында барлығы осынша қой бар екен. Енді екінші тәсіл 23-ке 23-ті қосты 46 қой болды. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. Бірақ 7 қой артық қой екінші қожайында. Сонда осы 46-ға 7-ні қосқан бұл 53 қой болды. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған. Енді үшінші тәсілін көреміз. Бұл жерде 23-ті 2-ге көбейтіп алды. 46 қой болды. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болатын болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. Бірақ олы екіншісінде 7 қой артық болғандықтан 46-ға 7-ні қосқан, сонда 53 қой болды. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған. Демек, әр түрлі тәсілмен, 3 тәсілмен орындады. 5-ші А есеп осындай жолмен шығарылатын есеп құрастыр. Берілген тәсілдердің бірімен шығар.
берілген жазып аламыз. Бір қожайында 35 сиыр болса, екінші қожайында одан 5 сиыр артық деген сұрақ қойып, екеуінде қанша сиыр бар деген сұрақ қойдық. Бірінші тәсіл бойынша орындаймыз. Егер екеуінде де 35-тен болса, 70 қой болар еді. Бірақ екіншісінде 5 сиыр артық, сондықтан оған тағы да 5-ті қосамыз. Сонда 75 болады. Ал енді екінші жолда 5 сиыр артық болса, 35-ке 5-ті қосып аламыз, 40 болады. Енді біріншісін қосатын болсақ, бірінші қожайындағы сиырдың саны, сонда 75 шығады. Немесе екеуінде 35-тен, 32 деп жазып қойып, мына жер кешірім өтінем. 35-тен болатын болса, екеуінде 70 қой болған болар еді, бірақ біреуінде 5-еу артық қой, сондықтан оған 5-ті қосамыз. Демек, жауабы 2 қожайында 75 сиыр бар. Алтыншы есеп, есептер бойынша өрнектер құрып, оларды шығар. А. Фермадан сүт зауытына 208 литр сүтті бір цистернаға және қалған әрқайсына 36 литрден 15 бидонға құйып, машинамен жөнелтті. Фермадан барлығы қанша литр сүт жөнелтілді? Берілген жазып аламыз. Бір цистернаға 208 литр кетсе, 15 бидонға 36 литрден кетеді екен. Сонда барлығы қанша литр сүт болатынын табуымыз керек. Ол үшін біз 15-ті 36-ға көбейтіп 208-ге қосамыз. Сонда 748 литр болды. Демек, жауабы фермадан барлығы 748 литр сүт жөнелтілді. Алтыншы есептің әсі. Көкөніс қоймасында 300 тонна картоп болды. Бірінші күні картопты 5 тонналық 24 жүк машинесімен әкетті. Қалған картопты екінші күні әр машинеге 2 тоннадан тиеді. Екінші күні қанша машине қажет болды? Демек, жазып қоямыз. Болды 300 тонна. Бірінші күні 5 тоннадан 24 машине, екінші күні 2 тоннадан неше машине кеткенін табуымыз керек. Ол үшін 5-ті 24-ке көбейтіп 300-ден азайтамыз. Кейін 2-ге бөлеміз. Сонда 5-ті 24-ке көбейтіп 300-ден азайтсақ, бұл 180 болады. Оны 2-ге бөлетін болсақ 90. Демек, жауабы екінші күні 90 машине қажет болды. Жетінші есеп. Егер Әлия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Мына жерде 543 мыңнан 7896-ны азайтқан. Одан кейін 100 мыңды 3-ке көбейтіп, одан 535.104-тен 300 мыңды азайтқан. Демек, біз әуелі мына амалдарды орындап, сосын қандай өрнек шығатынын анықтаймыз. 543 мың 7896-тан азайтатын болса, 7896-тан азайтатын болсақ, 535.104 келіп шықты. Ал 100 мыңды 3-ке көбейтсек 300 мың болады. Енді 535.104-тен 300 мыңды азайтқан, бұл 235.104 болды. Демек, біз бұл жерде бірінші мынаны айырманы жақшаға алып жазамыз да, одан кейін азайту деп 100 мыңды 3-ке көбейтіп жазамыз. Мына түрде өрнек құрастырдық, сонда бұл өрнектің мәні 235.104 болады. Амалдардың орындалу ретіне қарасақ болады. Мысалы, бірінші айырма орындалады, одан кейін мына көбейту, одан кейін мына азайту орындалады. Кейінгі амалды дәл солай орындап шығамыз барлығыны. 369.59-ға көбейтеміз, одан кейін 28.436-ға бөліп, екеуін қосады екенбіз. Демек, бірінші көбейту амалын жазамыз, қосу қойып, кейін бөлу амалын жазамыз. Сонда бұл өрнектің мәні 19.977-ге тең болады. 8-ші есеп, салыстыр. 18-ден 3-ке 18-ден 7-ні қосамыз, бұл 18-ден 10 болады. Ал 18-ден 12-ден 18-ден 6-ны азайтамыз сол жағын. Демек, бұл 18-ден 6-ға тең болады. Енді бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыратын болса, қайсысының алымы үлкен болса, немесе артық болса, сол жақ үлкен болады. Демек, 18-ден 10 бөлшегі 18-ден 6 бөлшегінен артық. Кейінгі өрнекті салыстырамыз. 36-тан 3 пен 36-тан 8-дің қосындысын, 36-тан 9 пен 36-тан 4-тің айырмасы мен 36-тан 7-ның қосындысын салыстыруымыз керек. Бірінші сол жағын орындаймыз. Бұны қосатын болсақ 36-тан 11-ге тең, ал мына өрнекті орындайтын болсақ 36-тан 12-ге тең болады. Енді салыстырамыз. 36-тан 11-і 36-тан 12-ден кем немесе кіші. 9-ші есеп, есепті шығар. Дұрыс жауапты таңда, өз жауабыңды түсіндір.
Шаруаның 7 ұлы бар. Осы ұлдарының әрқайсында 7 ұлдан бар. Ал шаруаның әрбір немересінде 2 қыздан бар. Шаруаның неше шөбересі бар? А нұсқа 63, Ә нұсқа 98, Б нұсқа 70, В нұсқа 49, Г нұсқа 343. Дәптерге орындаймыз. Шаруаның 7 ұлы бар екен. Осы 7 ұлдың әрқайсында 7 ұлдан бар дейді. Сонда бұл шаруаның немерелерінің саны. 7 немересі, әрбір ұлдан 7 ұлдан бар екен. Сонда 7-ні 7-ге көбейтеміз. 49 болады. 49 немересі бар екен. Ал шаруаның әрбір немересінде 2 қыздан бар дейді. Демек 49-ды 2-ге көбейтіп, шөберелерінің санын табамыз. 49 2-ге көбейтсек 98 болады. Демек жауабы шаруаның 98 шөбересі бар екен. Бұл Ә нұсқа. 10-шы есеп. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Қаланың мектебінің әр сыныбында 25 бала оқиды. Егер әрбір параллельде А, Ә және Б 3 сыныптан бар болса, онда 11 жылдық мектепте қанша бала оқиды? Берілген қысқаша жазыламыз. Әр сыныпта 25 оқушы екен. Әрбір параллельде 3 сынып бар, яғни А, Ә және Б. Енді 11 жылдық мектепте дейді, қанша оқушы бар дейді. 11 жылдық болса, бір сыныптың 11 сыныпы болады деген сөз. Әрбір сыныпта енді бірінші тәсіл 25-ті 3-ке көбейтеміз. Өйткені әрбір параллельде 3 сыныптан бар ғой, бұл 75 болады. Енді оны 11 сыныпқа көбейтсек 825 болады. Енді екінші тәсіл 3-ті 11-ге көбейтеміз, яғни 3 сыныптан 11-ші сыныпқа шейін барлығы 33 сынып бар. 33 сыныптан 25 оқушыдан көбейтеміз, бұл 825 болады. Немесе 25 оқушыдан 11 сынып бар, оны көбейтіп 3-ке көбейтеміз, яғни 11 сыныптың әрқайсында 3 сыныптан бар ғой, сондықтан оны 3-ке көбейтеміз, бұл 825 болады. Немесе осы 3 сыныптағы оқушылар санын қосып аламыз, 25-ке 25 және 25-ті қосамыз. Демек бір сыныптың өзінде параллель барлық 3 сыныпта 75 оқушы болады. Енді оны 11 сыныптар санына көбейтетін болсақ 825 болады. Демек жауабы барлығы 825 бала оқиды. Осымен бүгінгі 144-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.